Ал және балалар тілін айтсақ, ендігі кезекте бізде үлкен ересек адамдардың тілдері туралы айта кетейін. Яғни біз шығыс медицинасында тілге қарап денсаулықты білуге болады. Тілдің түсіне, денесіне, тіл өзегіне, өңесіне қарап, тілдің және де астыңғы тамырына қарап, біз ас қорыту қызметін, бауыр, өт, соның қызметтерін анықтауға болады. Яғни бұны біз тілді қарауды, яғни біз оны таңертең тұрып қараймыз, бірақ та таңғы тамақтан соң 2 сағаттан соң қарау керек, яғни табиғи жарық жерде қарау керек. Және де бояуы бар тамақ жегенде тілге диагноз қоймаймыз, яғни ол тілдің диагнозы дұрыс болмайды, өйткені бізде бояу тілге шығып қалады. Яғни мен сіздерге кішігірім тілдерді көрсетейін. Міне, яғни мына көріп тұрған тілдеріңіз, міне, бұл яғни таза тіл, бірақ та тілдің ұшағы қып-қызыл точка-точка, бұл дегеніміз бұл кісіде жүрек ыстығы артқан, тілдің ұшы қызарса, яғни бұл кісіде тілдің ойылуы болуы мүмкін, ұйқысыздық, бас ауыру, осындай белгілер болуы мүмкін бұл кісіде. Екінші тіліміз бізде үлкен тіл, міне көрдіңіздер ма, үлкен, ауызға сыймай тұр бұл тіл. Рахмет. Бұл кісіде тілі үлкен, бұл кісіде отек бар. Яғни міне көрдіңіздер ма, тілдің шетінде міне тістің іздері бар, тістің табы бар. Бұл бізде асқазан көкбауыр дұрыс емес. Бұл кісіде бас айналу болады, денесі ісіп тұрады. Денесі ісіген адам шаршаңқы жүреді. Бұл кісіде тағы бір себеп, бұл кісіде асқазаны ауруы мүмкін. Бұл кісіде асқазан ауруы бар, денеде су айналымы дұрыс емес, сол үшін бұл кісіде отек бар. Тағы тіл туралы айта кетейін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, көп адамда бізде осындай тілдер кездесіп жатады. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Бұл ерде тіл қиық болып тұр осындай. Бұл тілде егер тума пайда болса, бұл тіл норма. Егер бұл кейіннен пайда болатын болса, бұл кісіде яғни асқазан, бүйрек, бауырдың ауруынан пайда болған жағдайлар болуы мүмкін. Осындай қиық тілдер. Бізде келесі тіліміз, мінекей келесі тіліміз көріп тұрғандарыңыздай, тілдің ұшындағы сіздерге көрініп тұр ма, қысқа көк нелер, точкалар. Бұл дегеніміз бізде бұл кісіде қан айналым дұрыс емес. Қан тосылуы бар, бұл кісіде қан айналым дұрыс емес, қаны қоюланып кеткен. Бұл кісіде сол үшін бас ауырады, бауыр, өт, жүрек ыстығы артса, денеде ұйыған қан бар, қан айналым дұрыс емес бұл кісіде. Бұл кісіде қан қою, осындай жағдай. Келесі тіліміз, міне кімде осындай тіл. Бұл кісіде мысалы үшін тілдің өңесі қарасаңыздар өте қалың. Бұл кісіде ас қорыту, көк бауыр қызметі дұрыс емес, сол үшін тамақ қатты сіңбейді денеге. Бұл кісіде холестерин жоғары, бұл кісіде қант диабеті болуы мүмкін. Қан қысымы да жоғары, бұл кісіде тамақ дұрыс сіңбейді. Денеде суық өте күшті. Және де тамаққа тәбеті тартпайды бұл кісінің. Асы сіңбейді дұрыс. Мұндай кісілерде, түңілі өңесі қалың кісілерде көбінде демі сасып тұратын болады. Мінекей мына тіл өңізіне қарайтын болсақ, бұл тіл өңізі жып-жылтыр. Бұл яғни үлкен кісінің тіл өңізі, жасы келген кісінің тіл өңізі. Бұл кісіде жып-жылтыр тілі. Бұл кісіде денеде суық, сұйықтық азайып кеткен бұл кісіде. Өйткені іштегі ыстық өте қатты, сол үшін сұйықтықты азайтып тастайды. Ыстығы артқан. Бұл яғни бұл бізде ауыр науқастарда кездеседі. Яғни бұл кәрі кісілерде көбірек кездеседі бұндай тіл. Мінекей мына тілімізді қарайтын болсақ, бұл тіліміз как будто бір бойып қойған сияқты қып-қызыл тіл. Бұл тілде бауыр, өт, асқазан ыстығы артқан, бүкіл денеден сұйықты құрғатып жіберетіндей, бұл кісіде ыстық өте жоғары. Бауырдың ыстығы, бүйрек ыстығы өте артқан бұл кісіде. Яғни сіздер осылай тілдеріңізді көрсетіп, өздеріңізге диагноз қойғызғыларыңыз келсе, менің WhatsApp нөміріме өтіп, өздеріңіздің тілдеріңізді жіберсеңіздер болады.
міне мен сіздерге айтқан бағанағы тілдің ұшында сондай көгерген қою андай клубниканың бір сыртындағы болады ғой. Осындай болса, бұл кісіде значит қан айналым дұрыс емес, қан тосылып тұр. Қалай айтам, қан тамырлары кішірейген дейін ба, қан тосылып тұр. Бұл кісіде қан айналым дұрыс емес, қан қою бұл кісіде. И бұндай жағдайда тілдің астында жалпы осындай болады ғой. Тілдің жанында, тілдің асты осындай болады. Жалпы бұл сау адамдарда екі жіңішке сызық болу керек. Ал бұндай жағдайда міне көрдіңіздер ме, тілдің екі сызығы тарамдалып кетеді, тарам болып. Бұл кісіде қан айналым дұрыс емес. Ұйыған қан бар бұл кісіде. Көгеріп қатып тұрады. Және де бұл кісіде қан ұйыған бөлімдері ауыратын болады. Бұл кісіге массаж жасағанда. Мінекей норма тіл осындай болу керек. Норма тіл дегеніміз осындай светі осындай ашықтау, ешқандай тіл өңізі де жоқ, осындай қатты жылтыр да емес, кәдімгі осындай тілді біз норма тіл деп атайтын боламыз. Өз тілдеріңізге өздеріңіз анализ жасап көріңіздер, болмаса менің WhatsApp номеріме өтіп тілдеріңіздің фотоларын жіберсеңіздер болады.